Осы ескіден Сабыр Сабаке, сендердің ескіден хабарларың бар ғой, осы мынау менің бір есімім бар да, көк барды Базеке. Кебекеде, осы Жексенбай палуан менен Құдайберген палуан, Сайдулла палуандардың бір кездесіп, осы бірін-бір көтермелегені туралы бір әңгіме естуім бар. Шетші, толық біле білмеймін, бірақ естуім. Сонда осы Базеке сіз жақсы біледі деп естуші едім. Сол туралы кішкене бір маған айтсаңыз, мына жұрт естісе екен деген мақсат. Өйткені ол кездерде әсіресе мынау руға бөлінбей, ұлы жүз, кіші жүз, орта жүз, қожа демей, менің мынау ауызбіршілік көкпардың ескі ден келе шыққан халықтың, қазақтың көкпар екендігі туралы, бір-бірінің палуандардың көтермелеген туралы әңгіме бар деп естуші едім. Біз енді көргендеріміз Жексенбай палуанды көрдік мысалы. Сол Жексенбаймен қатар палуанның бәрін көрдік. Ол кісілерде мына орта жүз, мына ұлы жүз, мына пәлен ұры демейді. Кәдімгі бір-бірімен дос, бауыр, сыйласып, бірін-бірін құрмет қылып. Тек ол артық сөз болмайтын. Жексенбай палуан айтады. Бір көкпар болып жатыр дейді. Дарияның арғы беті, бергі беті, шамасы. Көкпардан екі рет ажырап қалдым дейді. Сонда қарсы сабос Құдайберген жақсат бір Айтбозым Қонысбек деген кісі болған о жерде. Оның бір қызыл шабы жақсаты бар еді. Ол кіш деп любой қалыңнан ұстап Құдайберген ұстағасын оқсап қалатын еді. Сонда ең ақырында айқайлап баяғы Құлжығаштың кератын шақырған ғой. Сонда уже екінші рет айырылып мәреге жақындап қалды дейді Құдайберген. Айқайлап кәрімші деп айқайлап жүріп керат. Жаңа ол аттың мынау құйрық жағы, мынау бас жағы демейді екен. Салған жерден ұстады екен ғой. Сонда бар палуанда шоңқайтып кәдімгі ұстадым дейді, қарсы ұстадым дейді. Шоңқайтып кәдімгі атын отырғызып кетіп, жалт етіп айналып шықты да мәреге апарып тастадым дейтін еді. Соны кейін бір кездесу болды, осы Тілеу деген алғы жігіт бар ма жерде? Тұрардыңыз, Айтбозымның қызы еді әйелі. Әйелі сол Құдайберген палуандардың қарындастары. Сөйтіп, сол жерге бүкіл мына осы Тұрардың ауылында көкпар болып, Тілеу ақсақал үйіне шақырды ғой, қайын жұртын. Сонда Жексенбай палуанмен құда болып, әлі қызданмаған маған өтініш қылды. Базеке, сізден өтініш жер. Жексенбай палуанға да мына кісілермен қосып бір шай беріп жерейін. Сен азыр осы көкпардан кетті, барып жақаңды алып көші келді. Барды бұрып жетсайға. Астында жаңа комбиім бар. Барып, жаға дедім, жағдай осылай. Бәрін түсіндіріп айтып. Көк комби бая. Көк комби. Содан, болды Базеке, барам деді. Деп, кейін бірін шақырып, киініп, келдік қой. Келгесін әңгіме басталды кәдімгі. Сонда бұл енді бір-біріне деген құрмет. Адамдардың деді ғой, Жексенбай, сіз мықтысы ба? Құдайберген сіз мықтысы ба деп қояды. Өрде Әбілқасымда бар, Нұржанда бар, Әләкбарда бар, палуанның бәрі бар. Сайдулла да бар. Жоқ, Сайдулла жоқ. Жоқ. Кімнің інісі бар? Құдайберген палуанның інісі кім еді? Әшім бар. Жоқ, Әшім бар. Еген бар. Құдайберген де бар. Бүкілі төртеуі де бар көрді. Таңы Хамит бар ана, Гай Хамит бар еді ғой. Ой, өтіп кетті ол жігітте. Содан қош қырғын әңгіме. Сондағы Еген палуанның айтқаны. Енді Құдайберген палуан қартайын керек неғып қойғанда мүжіліп. Жақан кәдім пұл отын, жалтырап отыр. Еген мәзілдеседі. Жексенбай көке, біздің бұл Құдайберген бір жас келіншек әпересіз ау дейді. Сіз деген стройный. Біздің көкем. Енді ана Құдайберген момын адам екен. Бірін-өзін күліп, сөйтсе жақан айтады. Құдайберген менен бұл 2 жас кіші деп қояды. Содан, бірақ Құдайберген ақсақал не көрмеген адам екен. Ош, не қылмайды екен. Жақан ол кісі полный боевой еді ғой кісі. Шаппайтын жері жоқ. Содан, енді бір-біріне деген құрмет. Сонда
бір мақтайды ғой. Біз дейді, жақаң менен талай тартып алады, мен де тартып алам. Ол бір-бірімізге деген көз аларту, өкпе деген жоқ дейді. Қамшы көтеру. Әзіргінің бар дейді. О, қазіргілер тұр жаман. Әзіргінің бар атыңнан тартып кетсе, кешке таман үйіңе барып тұрады деп қояды, көріп тұрмын. Көрдіңіз ба? Сондай замандарда шабысқан ғой. Олар енді намысқа шапқан негізі да. Сабындашы дейді. Ол кезден 40 болмаған ғой. Сынық мылтық, тесік самауырын, калош. Қожеге дұрыс па? Екі көз бір аяқтікі. Екілі бір аяқ. Бірақ аттар жақсы, енді адамдардың да пейілдері жақсы болса керек. Сайдолламен үшеуі жолған жер қандай? Ал Сайдулламан жолғатын жеріміз Үшеуі де бір жолған. Винсақозда болды. Пілән көкпар берді ғой? Қанат. Пілән көкпар беріп, көкпарға бардық. Шай ішіп отырыңыздар. Иә, Жексенбай болар. Қожеге шайыңыз бермей? Қазеке, жүріңіз мен сіздің абысыныммен таныстырайын деді Жақан. Абысыным деп қап менен. Сөйтсем, Жақан өз баяғой жүретін адам еді. Бір қойды сойған, бір кәрженге пісіріп саған, бәрі дайын ғой. Машаның ішінде? Көл жоғай, көлдің жағасы ғой анар бірдің. Уазик Екінші деп отыр ғой. Екінші жолдың астында. Жаңа готовымыз машаның ішінде тұр ғой? Машинаның ішінде дайын тұр ғой, Дастархан дайын. Далаға көрпеп, кілемін ақып әкелген. Не керек, оқшыларыңнен жүрген жерің бар, тойады ғой сондай береке. Содан абысыны кеп десем, абысыны тура бар нож бар ғой, нож. Ножды сойып қаптап қойған сияқты. Нож Седеланың баласы ғой. Иә. А бірақ ножтан да кіші мықтылау, жұмыр адам екен. Иә, биіктеу. Мынау абысыным сонда барып түсініппін, әжбе бар. Абысым деген, енді сәл ана кісі бұдан жасы үлкендеу ол Жақаннан. Бір-екі жас үлкен болды. Енді екеуі қатты тұрады. Вообще енді ол тауға барса, ол кісі мейман қылмай, бұл кісі оған жолықпай, бұл оған жолықпай, тарқамай деген ойы бар. Енді көңіл саз, әбден араласып кеткен, бірге шабысқан. Көрдіңіз бе, сондай замандар өткен ғой талай. Ал кейінгі балдар енді білмеймін, әзір шілей ондай емес. Мұха, осы сана айнаға күн көп едіңіз, ә? Айнаға күн 30 жыл жүрдім. 30 жыл жүрсеңіз, Айнекеңнің бір-екі жерде бір мықты естеліктері бар деген әңгіме бар да. Айнекеңнің айтсаң сосын. естелік жерде Айнекең көкпар бергенде жақсылап берді. Айнекең көкпар 3 күн берді. Айнекең көкпар деген көкпар о заманда мына Сары Surxondaryo, Qashqadaryo, Тәжікстан, Қаршы, Тәжікстан, Ленинабад, Қырғыз 2 күн алдын келген. Үй тігілген, Винсақоз өзі тар жер ғой. Бірақ үй тіктіріп солар 2 күн алды, 3 күн алдын келген. Ақырындар енді біз мен ол кезде 60-шы жылғы болсам 93, 20, 33-тегі балам ғой. Әлі бала уақыт қой Қашаға. Сонда аттар жиналып, бір күн екі күн болып, бірінші 2 күн беремде келеді. Аттар жиналғаннан кейін Айекеңнің көпті көргендігі неғаны мына аттар кеп қалды жан-жақтан, мейман аттар телек қалмасын деп, бір күнді қосып жібердік алдына. Негізі 2 күн еді ғой бұлай расчеты несі. Бірақ жан-жақтан Қырғыздан, Тәжіктен жан-жақтан аттар көп келді, меймандар өте көп келді аттар. Соның несінде солардың аттары тұрып қалмасын, біздің шабағаты жерді көрсін, бұлар аттар тау-тастан келген, біздің құмды көрсін деп, сол неғылып осы ауылдың тағы да мынау балдары көрсін анау меймандардың аттарын жобасын деп, бірінші күні 15 сабын берді. Ол 1993 жылы. Айекең сол жылы, иә, 93-те берген. Қазір 93 болса 30 жыл болды. 30 жыл болды базеке. Біз атаға біз ат шаптырғанымызға екеуміздің 31 жыл болды. Базеке, 32 жыл болды. Айекең көкпар бергеніне 30 жыл болды. 4 апрель ме? 4-і 5-і, 3-і 4-і 5-і. 3-4 5-і. 4-і 5-і. Апрельдің күні ыстық болып қалған, енді той деген керемет болған ғой. Енді о тойдың бәйге де берді ғой, бәйгесі де болды. Сол бірінші күні бәйге себебі сөйтіп, ол енді ол тойдың кереметтілігі көкпарды салмақтан тастайды еді ол кезде.
Қандай сондай. Қазір жаңағы таразға тартып 53-60 деп жатыр. Енді сол заманның уағында ода бір жыл алдын біздің Кемал деген бір атамыз Камал Ақсақал той берген. 91 жыл берді Кемеге. Кемеге 91-92 берді ме? 91. 91-де берсе 93 соның алдында аттар көп жиналды. Одан кейін Айнабектің тойында аттар өте көп жиналды. Базарда сіздің есіңізде болса Сұрхандар деген аттар қандай, палуандар қандай? Шады палуан. О, шады. Мынау білекке жіпті сол кезде солардан көрдік. Хрущев ма? Бірінші келу сонда. Білекке мынандай жіп, мынандай несі бар. Шаригі бар. Сонда бір көк ат бар, бір тораты бар. Ана көкпарды алады да, қалай ұстайтын білмей көкпар салбырап барады. Көкпар салбырап барады. Бүкіл аяқ қуып қояды, түсіп қалады. Ана түспейді. Ат көкпарды баспайды ғой, байғадың ба? Баспай мәреге барып тастайды сол күн. Сөйтіп, 2 күн, 3 күн көкпар болды, жығылмай сүрінбей тарқады. Енді қазіргі салымдармен сол салымдарды шатыстырған күнде де қазір сол заманның Айнабектің салымы қазір күшті болып тұр. Қазір ма? Қазіргі салымдармен бөлген уақытта күшті болып тұр. Айнабектің көкпарында мен енді құдасымын, әрі інісімін. Орынбай деген жиен бар, ал сол бәрі есепті сол жүргізген. Орынбай деген. Кассир есепті сол жүргізген. Шәріпбай деген осы мынау Есжан Досжандардың мынау әшірдің әкесі тойбашы болған. Соның дәптерінде бәрі келген түскен малды біз енді Бесақ Қостан араласқанымыз 100 түйе түскен. 100 түйе түскен. 100 түйенің бір түйесі арқаға өліп қалды. Қалған 99 түйенің біреуін қалдырмай көкпарға тікті. Қазіргі тойларда түйе тігіліп отыр, 100 түйе тігілген той көкпар жоқ. Өзі естіп ол өте. Мысалы енді бұл қазіргі ол заман тем более ол 93 жылға тоқырау жылдары. Көп адамда ол кезде халықтың Қазақстанның енді дамып, енді бір неғып кезет. Сол заманда тойлар көргенбіз. Нұрөке. Қажеге. Тек қана ол сіз айтып отырғаныңыз түйесі. Ар жағында жоқ, одан кейін қарамалдан 70 қарамал тігілген. Айтсаңызшы. Ол 70 қарамалдан 1 жасар, 1 жарым жасар өгіз жабай өгіз тігілген. Өзінен. Ол ағайын емес, өгіз топ өзін тігілген. Одан кейін 30-тай өзін тігілген. Өзін 30-тай? Иә. Сол салымды 3 күнге жеткізіп, сонда тойлар болған. Енді одан кейін де аспан араласқан атымызға мына Базекең екеуміздің Сапекең отыр, Ибекең отыр. Сабыржан өгіз енді жас емес қой, Сабырды есін біліп қалған еді. Содан бері көкпарда келе жатырмыз ғой, бірақ действительно ондай салымды, ондай нені уағында алдыға кетті. Сол кездерде шапқан палуандар Әбілғазым соған қосылып қалған еді. Әбілғазым енді орда қажеке бұлай ғой, әркім өзінің жаңа мақтағысы келмейді ғой, бірақ кеп қалады ғой. Мен сол жылы өзім 32 жасымда атағам. Осында қақпақтан, енді қайын жүрдім Қазығұрт қой. Қазығұрттан сөйірден Қарағасқат алдым. Қарағасқат па? Иә. Сол Айнекеңнің тойында 3 аяғын алдым атты. Көктем болды, жүнін түсіріп ат өзгеше болып шықты. Сонда Мадияр палуан ана белгілі жылқышының аты еді қарады. Сол ауылды мәлім еді. Сол кезде Мадияр күйеу атты қатырыпсың деді, қаяқтан алдым деді. Мен айтым, сіз ұстаған бір жылқышының біреу әберді ғой деп қойдым да қайнаған деп әзілдесіп. Сөйтіп сол тойларда сол аттар, мысалы Әбілғазым сол тойда 2 күнде 2 салды сол аттан. Сен атың? Иә. Қарағасқат. Жаңа аттан. Сонда біз енді 32-33-тегі баламыз ғой қажеке. Содан көкпарды өте жақсы өтті. Мына Базекеңдерден мәселен сол тойларда көп қызмет қылды. Содан бері тойларда араласып келе жатырмыз. Жаңағы ақсақалдардың көбірін не қылдық. Бір енді тағы осы бала Сайдыл ақсақалдың бір әңгімесі кетіп қалды ғой. Шәуілдерде көкпар болып жатыр Базеке. Шәуілдерде осы Маңқытай беріп жатыр. Жылда көкпар береді ғой. Абдақбайдың көкпары ғой. Бұл 95 или 96 жыл болу керек. Нош жақсы шауып жүрген кезі. Жаңадан, а? Иә. Зәуірме қай жылдар әкім болды? Неге? Сол жылдар ғой. Бордабасына.
Orada boş емес. Отырардан ғой. Шардарадан отырағы барды ғой. Сол жылдар емес? Сол жылдар Ардақбайдың көкпарына барып 96 иә. сөйтіп менің жақсы көкатым бар еді. Ерғалимен Темірхан жабат. Сөйтіп бірінші күні Ерғали аттан бір салып кетіп жатқанда енді қайын жұрт жездесіне базар қылады да. Ертең жезденің атын түсіріп алсақ тағып қоямыз деді. Қазір сіздер айтады, сіздер ел танитын Қаңлы мүсілім бар, нотшы көзде жас, медеу деген есе Такаш бар, тағы да сол ауылдың палуандары бар. Сөйтіп ертесінен жезденің атын бір қол мінеміз деді ғой. Қайын жұртым барлығы. Атым саған бірінші күні. Сөйтіп екінші күні жүресің. Екінші күні болды, екінші күні нош саған жоқ. Енді ол майдың ішінде болатын көкпар. Ояқтан сол кезде, екі шімеді, майдың ішінде болатын көкпар. Енді ол кезде ояқтан бәрі үйірге жіберген, атсыз келген барлығы, бірақ жігіттер жанып тұр. Сөйтіп екінші күні атым тағы да бір салып, өде, мен Айнабек Қараған үшеуміз барғанбыз. Ат тартып алып, сонан қызық әңгімелер қайда берсек, сонан ақырға 6-7 пар емес, 2 жала қойықты, сонда салым қалды. Неғып тұрып, мен өзім туған қайныман, Мүсілім деген қазір енді Қаңлы ағайындардың президенті ғой, сол өде жезде аттан түсіңіз атты бересіз деді. Кімге бере, кім жева деді? Тағайшыңыз, ношқа бересіз, нош саған жоқ 2 күннен бері. Енді бұл әңгіме Сейділ Ақсақалға бар. Сөйтіп түсіп атты бергенім сол көкпарды алып нош басып шықты атпен. Атпен бір құраммен телешкен дөбесіне шықтым. Онда не киіп отырып Сейділ Ақсақал. Байқамап мен. Амандасымындасы, күйеу деді, үйінде көп болған ғой. Күйеуді ойбатып, білеп отырды Ақсақал. Енді сол кезде әлі десі мықты екен да. Бала енді аттың дұрысына мініп той деді ғой енді. Менің атым қайдамыз да? Аттың дұрысына енді мініп той деді, 2 күн саған жоқ еді ғой. Өзі 5 пар салынбаған, 5 пар емес, 5 шашқан соған. Сөйді, ол атты берді қой, саға деп, не қылдым? Сенің атың ба күйеу деді. Күйеу дейді барлығы мен. Соған арасып, сол 5 жалаудың, 6 жалаудың. 6 жалаудың 3-ін ұштап алды. Сенің атымен? Жоқ, менің атым бір салды, Келсінбайдың атымен ақырда сол 5 атыма 6-ның 3-ін салды. Енді берді, көңілден болады, болмаса аттан болады. Енді ораз келді Келсінбай ма? Ораз келді Келсінбайдың қаратынан ақырға масып үшін 500 доллар. Ақырын оспан саған. Құралдың құралдың. Ақырын алдым. Ақырын Москвичке саған. Сөйтіп, сонда қажеге көкпардар өткен ғой, біз енді. О заманда Әбілхан бізге кеп шапқан ма? Мадияр кеп шапқанын білем. Бұяғы кеп... Әбілхан осы төменге кеп шапқаны бар ма бізде? Бұяғы шапқанын мен естіген жоқ. Көрген жоқ, мен естіген. Құлыптарға бір көкпарға Жаныспен бірге келген. Қайерге? Құлыпсарыға. Құлыпсары Кеседе кейін келген шығар. құлда ғой ол. Көрген емес. Жексенбай балуан айтатын еді. Жексенбай балуан мынаны айтатын еді. Мынау Апсеботта бір Ардақбай үлкен көкпар берген. Бұл ертеректе. Ол кезде осы біздің жақтан қайнап жүрген Жексенбай бар, Әбілқасым бар, Әләкбар бар, Нұржан бар. Жасақшы. Жасақта болу керек енді бұл жақан. Жасақ бар ғой. Жасақтан айтпайтын ол жақанды. Сонда енді мына қараңыз енді. Сонда жақан бүйтіп айтын дейді. Сен бәрін Дәудулат тұста болды. Дәудулат сонда кейін Әбілқасым екен. Кім екен? Әбілхан екен. Көрдіңіз бе енді? Ол кісі ірі болған, еңкейгіш болған, тартыш болған екен ғой жоған. Сөйтіп қойшы дейді. Дәуіс өзі? Бір уақытта ана Үсен Сариев деген Арсын. бұл Құлшығаш. Жақанның ағайындар бол, інілер бол. Мықты болған ол кісі заң. Ол Үсенде мықты болған сояқта уақытысында. Қойшы сонда Үсен мықты еді ғой. Ояқтың көкпары біз құсап қумай емес, 2 жақ болып шабады екен ғой. Сонда тау бір жақ, біз бір жақ. Етек бір жақ. Сонда мына Дәудулат тұстанда Дәудулат тұста Етекте егі болды. Иә. Деп айтқаным бар. Бірақ мені қамап кеп құлатты дейтін. Тура болдыке құладым. Бір жүзген ба, бір жабырылып, прямо ат батыма соның астына кіріп кеттім дейді ғой. Денемнің бәрі жырым деп соны айта жүретін.
Ана Әбілхан Ақсақал үйге келгенде айттым. Жақан бір айтатын еді сіз туралы. Осындай десем, ол кісі де біледі екен. Сонда бір атпанан бір 7-8 рет сап қойған ғой Әбілханда. Бір жезделердің аты ма, ағайындарының аты ма болған, бір жақсы жеренет бар еді деп. Қарабұлақта Азат деген шалдың аты болған. Қарагөз Ақжал болып кеткен кейін солар. Қарагөз Ақжал. Сол атпен сағым ғой. 4 сағым ғой. 4 сағым ба? Бір атпен 4 сағым. Балда Кейін бейшара Батырбай Уайзигін Сат деген да. Сатпасаң да көрем деген бар. Көрген ат. Ат. Жалмақ жолат болған бар. Мен көріп шығып жүріп, сол ат туралы айтты біраз. Мен оны әуелден кейін бір көкпарларда, команда көкпарларда бірге болып, сол кезде сұрадым. Шлиз ұрады дейді, белді ат дейді, құламайтын ат дейді. Қанша жабылғанменен әйтеуір атқа сенесін дейді де. Көкпарға басқаннан кейін тегі. Көкпарды жеткізеді, басып ат құламайды, ұрады. Иваш, осы мынау Тәжікстанда бір көкпарда біздің қазақтың палуандары бірінші күні салмаған, екінші күні ма, тұсыға барған ба осы? Жасақ палуан. Осы жасақ палуан, ұрты палуан дейді ма, сондай бір әңгімелер бар да. Кейін ана кісіні көрінен кейін біздің палуандар салып бастаған деген әңгіме бар да сабыр. болған ол жанында талда болған. Сондай ба? Жаған тәжік дәуін ұрған қорғанда. Бандысын ұрған. Кім айтасың? Жексенбай балуан ба? Жаған ұрған. Жасақ палуанды. Сөйтіп жағанға айтқан ғой, басқасына жетеді десе жаған айтқан ғой. Бірінші дәуін қорқытып алу керек деген ғой. Сондай Ол болған әңгіме ол. рух еді, соға дейін самады осы сізгенен кейін арқасы ма әйтеуір бізде рух пайда болды ма? Оны Нұржан Осы әңгіме арғы бетте болған ау осы әңгіме? Нұржан әңгімесі ғой Нұржан. Аға дейді, Арғы бетте ол жасақ емес. Мынау әзір кешегі Санжар Ташкенбай шығып жатыр ма? Иә. Ташкенбай деген айтбозым кісі ат шаптырды. Білетін шығарсың саған, Мұхтар сен де білесің. Иә, соның атасы Әлтайбай деген кісі көкпар келген. Әлтайбайдың көкпарында 2 күнде менен осы жерде жаңылсам. Жексенбай балуан 14 рет саған, 7 рет саған. Осы 2 күніңді ақырын саған ғой. Сонда көпші бер жақтан біздің енді Қоңырат балуандардан ілінбеген ғой. Көрдіңіз ба? Бірақ соған дейін бұл ата-анамыз кейін атата бөлініп, сол кезден қарсы шабыс болған ғой оншамша. Сонда Жексенбай балуанға біздің енді Күзенбай жеке жабыл деп қойған жерлер болады екен да. Жабыл деп қойған деген да, сонда Жексенбай балуанға жабылып кетеді деген бәрі. Ал қайбайлар құлшығаш тартпайды ғой болса да. Содан қойыңызшы, енді кегесін көкпардан кейін апшүйдене болады ғой. Ай, 2 күн көкпар болды. Оның сенді олады Қоңырат болып шабыстық. Ай, бұл Қоңыраттан біреуін сыбырлап ұстай алмады ғой масқара болып. 2 күнде де теңдікті Жексенбай балуан әперді ғой, деп қалады ғой. Ай, о балаңды ішке тартып, сән ішке амайық деген әңгіме айтылып қалады ғой. Жексенбай балуан айтады, соны естім дейді ғой. Жәкемнің дейді, жақсы дәу қараты бар дейді, егар тура келмейді. Тура Бақмалға айдадым дейді ғой, қалларал деп. Барып 2 күнде жақсылап сол дәу атқа лайықтап, егар шаптырып, егардап кеп Жәкеңе подарок етіп дейді ғой, міне. Күзенбай ақсақал. Қандай болған? Содан дейді, Жәкеңменен дос болып кеттік дейді. Бияға келсе, мен шай бермей, ойға өтсіп, Күзенбай үйіне мейман қылмай жібермейтін болды дейді ғой. Көрдіңіз ба міне? Бұрыннан өз жақсатқа еге көп болған ғой. Жақсатқа бүкіл ел, ұру, ағайын егелік қылған. Бұл енді ол қазақта бұрыннан бар нәрсе ғой. Мынау Құланшы Қайбілла деген кісі болған. Қайбілланың тораты деген торат болған. Қайбілланың тораты деген бір көрді менен. Кіші бір дәудат емес еді. Жалпақ, жүк жұмыр. Қайбілланың атын мінген адам сала беретін еді. Сонда мынау Құдай берген палуан бұлардың
Қаракөсе Жамал деген жездесі бар. Иә. Қайбірлердің жездесі. Сол кімдермен бірге тұрады. Сол Бірге тұрады Жамал. Біз Молда көкемнің Иә. Сол кісі арқылы Жамал арқылы Құдай берген қайбірлердің тұратын білген ғой. Мініп бір жерден әжептеу көбірек сақ қойған. Әжептеу саған. Мен жақсат, бұлар қызғанады. Содан Күзембай жекем бар. Күзембай жекем негізі гәрәши. Туралы бар адам болған негізі. Аттан түстеген ғой. Атты өзіміз шабамыз. Анау түспеген. Құдай берген саған, мен ат сенікі емес дейді де Иә. Ат ош ұстап көкпардың арасында жібермей чылаудан. Сөйтіп ұстасып тұрғанда Қонысбек айт бозым дегенімде жақсы қызыл аты бар еді. Сол барып аттың басынан салып қалады екен ғой. Шешеңді пәлен қылайын, Құдай берген. Түс аттарынан түсті. Мен сен неге аттың басын ұрасың деп сөйерде сабас болып кеткен ғой. Адырлап сабап Құдай берген жерге түс дейді. Менен ол көкпарда жоқпын, кеңге естігенім. Таяқ патылар бастан тиіп баратқан түскенде түсіп, еңліктеп аттың арасынан қашып, машинаның арасына кіріп кетті дейді. Машинаның астына кіріп кетіп барып дейді Құдай берген. Қараңызшы. Сері қалай сері? Көш Бекжанда да жақсат болған. Иә, Вот соны Сейдолладан тартып алған екен ғой төлеген палуан. Қараңызшы енді. Аттан түспейді, түс. Бекжан жекем барып, ой, ат менікі, ой, сен нең бар атта? Сейдолла түспе деп қалған ғой. Сейдолла ма сол, менен өшерін жаңылыстымай атам. Қойыңызшы. Қаракөсе күнду. Жоқ, Қаракөсе күнду емес. Ар жақтың. Содан қойыңызшы. Сөйтсе төлеген айтады дейді. Ой, ат сенікі емес Бекжан, ат ағайыныкі. Деп мінген ғой, сонда төлеген мініп, мына осыны Қарсыбай көпірде болып отыр екен дейді көкпар. Мінезді? Берхандардан көкпар болу керек Қаракөсе. атты болды. Сонда қол ажыратпай 3 рет тастаған екен. Ой азам. Төлеген. Барған, ап келген, қайтып барған. Ой азам. Сөйтіп Сарым келу қайтып. Бекжан ақсақалы, ой төлеген болды, неға жүргіп кетіп бақтың ұқсайды. Ол кезде Алтыншемеде oldu dedi. Сол кезде жарықтық қоржынға сап жүретін кездер болған еді, жақсы нәрселер. Оны Базекем менің сұрап айтып отқарым жаңағы ұшада дегенді мен де бекер айтып отырм жоқ. Негізі көкпар өзі қазақтың ауызбіршілігіне, Дұрыс, сол ғой не? елдің батырлығына, кеше мынау ұланғайыр жерімізді қорғау үшін палуандардың дайындығына шыққан ойын бұл қазақтың. Постоянно физический формада жүріп. Ұлттың ойыны да бұл енді. Сол ұлттың ойыны әкеліп қазір енді біз үш ата қылып, әр жерде баран жерде үш ата қылсақ деген, бұл қоңырат, мысалы қоңырат бізге келіп біз қоңырат деп отырып алсақ. Үш ата болса, кіші жүзге барып кіші жүз деп отырсақ. Ертең ана жаңа орнында болмаса арғы жағына барып қожа деп отырсақ. Болмаса найман деп отырсақ, бұл қалай болады? Менің айтпағым, жалпы қазақ ұруға бөлінбейік. Айт, палуанды айт мақыма. Бірақ енді, болмаса атты кегесін соншалықты бір ұруға бөлудің керегі қандай деген ой ғой менің. Өте дұрыс. Ойлап айта беріңіздер. Оның өте дұрыс. Менің өзім ойымда ол шілей ұруды айта бергенше көкпарды ұруға бөлмей-ақ шапқанымыз дұрыс емес пе Нұреке? Дұрыс, өте дұрыс. Айланып қанға шауып қалады бұл адам. Мысалы Қажымұқанның 100 жылдығында көкпарда болдыңыз ба? Ненің жағасы, бөгеннің жағасы. Бөгеннің жағасында мен болмадым. 40 көкпар, бір 7 салым берілді. Тоқболат Азатбек деген палуан бар. Тоқболат жігіттен Азатбек. Тоқболат менің бөгенім ба? Иә, бөгенім Тоқболат. Бөгенім ба? Мұхтар барсың ғой сөйірді. Сонда, мына қараңыз енді, онша адамның ішінен Әбілқасымға берді көкпар. Аты келіп ортада Әбілқасым қарсы ұстады. Қарсы барғасын қарсы ұстаған Әбілқасым қайнап жүрген. Ой, Әбілқасым бірге бардым ғой мен. Жоқ, дұрыс қой, Әбілқасым түйешек көрді уақытта Әбілқасым. Азатбек кел деп ымдап барғасын, мына дәуат сатылған жекемнің аты, мына жаңа деп құда болып отқан. Сол атпен қарсы барып көкпарды қарсы ұстадыға Әбілқасым салды ғой. Түсіндіңіз ба? Сонда ымдат дейді ғой, кел. Енді өрді Базеке, өрді күні атта жүрген ғой, өрді
Абылқасым беркелі деп неғылған жоқ. Жоқ болса да ғой. Абылқасым дәуірігімен атайнаштан барды. Абылқасым енді оны Өзі айтты ғой. жоқ, Абылқасымды енді дұғы бар ғой оны да. әрине. Әнеді көкпарды басып айдағаннан кейін неғыламады ешкім. Астында дәу ат, ана өзі дәу. Көк атта дәу еді қоса деген. Енді көрдіңіз қан деген сол еді. Қараңыз. Күнді жол барыстар бірге шапқан, ә? Енді бұл жаңа дұқты айтып жатсыңдар ғой. Дұқты нағыз дұқ жасақта барды. Иә. Нағыз дұқ жасақ болғанда бар еді. Оны мойындау керек. Қайсың болғанда да. Кім болғанда да мойындау керек. Жасақ Өзбекстан бар ма, Тәжікстан бар ма? Міне Тәжікстан тауға дейін жеке бар, қадиып шыға береді. Жоқ, Біздің басын қалғанда О, Жаған бір өзі. Жаған бір өзі Баймұрат, кәдімгі Баймұрат. Кәдімгі 5 құдық, 3 көзді бір саққоздан бір өзі төбелескен. О, жаза бердіңдер, айта бердіңдер. Бір өзі төбелескен, бір саққоздан. Адамның, міне, палуандардың анық дұқы бар. Палуандарды Құны арасында Демле одан осты. мына Алтынбектің жағының кішілерімен бір өзі төбелескен. дөңгелек ойда десе, дөңгелек ойда. Бірақ жетпіске келсе бір сәбет көріп көрмеген екен да. Кім Жаған? Кешегі былтырғының келін айтып өлтіреді, Темірхан. Әлек бар, Жаса, Нұржан. Мысалы, Жексенбайдың аяғын ап шапты. Шардара Нұржан ба? Шардара Нұржан. Олардың ақыры болып қалған, көкпарға дегеннен Нұржанға тиді. Ақыры. Нұржанға тиді, қиналып қалса керек. Шардара Нұржан ба? Шардара Нұржан. Аха. Жексенбай жетіп, көкпарды алады ғой. Сөйтіп, көтеріп, басып Анда алады ғой. Жоқ. Нұржан береді ғой сыйлап. Сыйлап берді ғой. Сөйтіп, батырлатып ұрып келатырын дәу серке белінен үзіліп кеткен. О, жарым әрегенде арaya басып қалды дейді. Салбырап келеді. Парт етпешін жерге түсіп қалды дейді көкпар. Қарамыз Жаған айтады. Содан дейді, күн ыстық өліп, шетке шығып тұрдым дейді ғой. О, демалып алған көкпар айланып жатыр. Қош атты қайтып сәлем, қайтып көкпар Жақанға тиген ғой. Жақсат та енді. Сөйтіп, көтеріп жинап басында ақырын апарып салдым дейді ғой. Сөйтіп, Жақа жаңадан ағып үйттің, ағып тастадың, қайдамыздың ат басып маған? Бес аттың арасында білмеген ғой. Бір не тұтты дейді, әзір. Бағанағыны Нұржан көтертіп еді. Мұна салымның жартысын бердесе, не дейім оған? Сөйтіп тастап кеттім де, өзім ұмтылып, өзім салыпын деп әзілеп айтым. Енді кезің болады. Сөйтсем дейді, Нұржан өкпелеп, Жақа, мен сенен қайырды көкпар көтеріп салып беріп сөйтіп өкпелеп, бір машинама барғанбыз, бөлек машинаға бір масқара болды. Бұдан бір қызың еді. Мұна өзіме дәңгер дейсін, өзіме қалады деп, Бәрін өзім аламын. тастап кетіп, әдейлік барып қайтадан басып. Тура өзі сондай болды дейді, эпизодтың өзі. Осы қай деген газы ұмытып оның жерде көкпар болды. Түнде Назар үйінде жаттық. Назар баланың үйінде жаттық. Жолдың жағасында. Жолдың жағасында. Сөйтіп адамдар жер көкпарға бір қарға қазір есіне шығып отыр. Есінен қайтамай бәленде. Бір ән көкпар болып жатыр. Жасақ, Жәкен Батыр, Жексенбай бар. Қалыбай балбан бар. Қалыбай жабындыз, иә. Шабандоз. Қырғи дейді, қырғи. Қырғи еді ғой. Сенмені жатырмыз. Ертесі разы көкпарға шықты. Сен де барсың балбан. Шауып жатыр, екі жарым шауып жатыр. Қалыбай балбан бәрі сабады, жасақ та сабады, Жексенбай болса сабады. Қалыбай саламай жатыр енді. Қалыбай саламай жатыр, біз күндіз жаңа түнде Аллаға жақсы, ынтымақ берекелер. Аллаға акбар. салымның үш салым қалды енді ақырға. Қалыбай салған жоқ бұл. Жасақ келді, ай қалайген деп, қойшы мұзейін ешті жаңа қалайген түнде бізден көзімі ол кезде жаңағы бозандыратын кез ұрып атқан ғой. Кезген астында жатыр.
Kuyup ketken bolu görüngen. Жатыр. Ne yapacağız kalaya gidelim. Hocaga bataybesin çıkan bulmasa koya salan işte. Ben batayımı salarım basam. Verdim batallarını Allah koyda tişvet. Batalım tişvet mi? Babay var iptakın var bilemez. Sanıda bolu görüngen. Kodanın kodurötü ahir eksadım saval. Kaydı okusu saval, blogusu okusu saval. Şeysaydı, sen dedim, 10 sakaldan yavrusadın mı deyip. Kep de O kişiye Allah Teala nasip kıldı. Onun kara olsam, so 70 çıkıp kalat, 40 ile 47. Yürek iş var. O çıkıp ben kanatları öpkülerinden oluydu. Tasak ederim de o. Sonra kokbara taslarında şiir tasaydı. Şiir tasaydı. Biz dedik ki bu diye götürüyor bir tasaydı var. De o kokbar şiir laflarından var. Taşkembay, Burada çorni priş. Cevap Masket Ciguli bir ögüz kalgan. Sonda oğan değil, Aydos balon şaptırıp жүрді ғой. Aydos kadın bu, attın hürmeti menen oğun törde oturan Aydos. Aydos degen karşaksa kalın balası. Sonda Taşkembay'da yani bakka çıktı ғой негізі. Taşkembay alıp, o Şoramoldanın Kadırбай жерген көкпар берген есінде бар ма? Sonda осы тау жақта көкпар болып жатыр сол күні тағы. Соған Taşkembay көгі тау жаққа барамыз көтеміз. Ауылда ағайындар беріп жатыр. Әулет аттаған деген деп сөйерге қалдық қояды Taşkembayдың мәрттігі. Бірақ атты Әбілқасым шақты өрді. Орынбайлап тауға кетіп қалғанбыз. Әбілқасым 2 күннің де ақырын салды ғой, ат жара деді. Ой, зор ат еді ғой онда. Содан сол атты Taşkembay әкесіне әперді, Шүкірбай ақсақал бапкер адам еді. Ол аяқтағы Қаршығада істегеннен ат бекігесіне қосты ғой. Бұрынға қосып қойды, істегенде істеді. Аттың жақсылығы. Сонда Әләкбар балуан көкпарды қойып қалған кезде. Жас келіп қойып қалған кезде. Сонда Әләкбар балуанның айтқан сөзі бар. Вообще, мына атта тек тіл жоқ, қол жоқ. Қандай қалыңға болса да көкпардан ұстада деген қожаны бар. Ұста деп айта алмайды, мына деп қолы жоқ айта алмайды. Әләкбардың өзінің аузынан естіген. Сонан Әләкбар, қайтадан кімсің Әләкбар болды ғой. Әләкбар қайтадан көкпар шапты, атты да бақарын ашты, өзінде бақар ашып Әләкбар кімсің. Көрген Әләкбар қойған адам, кейінен оның елдері шапты. Дәуренде шапты, Сұрауда шапты, Ерболда шапты, Бақтиярда шапты. Ең ақырында Османның елін берді. Мақтаралдағы Жамал тойғыз, Жамалдың тойында Осман салды. Ол кезде соғыр бақпаған кезде. Сонда Осман айтады, мұнандай ат әлі мен бегем дейді ғой. Бір орта мәреден басып айдап, ала берейін ба? төменгі мәреге тастады. Өледі, әр өзі аттың өзінің уақытысы бар да шапқаны. О кезде біреулер аттарды салыстырады. Пәленшенің аты қандай еді, пәленшенің аты қандай еді. Енді сол аттардың бәрі заманында сол уақыттарда бірінші ат болды. Дүлдүл солар болды. Оған не дедіңіз? Біреулер ана Ташкенттік төрі ет көбірі. Ана 28-дің директоры кім еді? Ниязқұлдың атынан салыстырады да. Ниязқұлдың аты дейді, сол атырапта зор болды ол. Бірақ Жексенбай ақсақал, Бижара Құдайберген ақсақал бір-бірін пәстеп әңгіме айтпайды. Мен зорға болғам демейді. Ой, Құдайберген зор еді ғой, Құдайберген мықты еді ғой дейді. Құдайбергеннен сұраса, ой, Жексенбай бөлек еді ғой дейді. Ол кісілерге сондай әңгіме бар еді. Сондай еді, сондай құрмет қылған адамдар. Сары болсаң мен Сайдулды айтқан, Ол Сейділердің мықтылығын Құдайберген ақсақал бүйтіп айтты. Өзі үстеп келеді. Bir gün deyip o sıcakka mimanın bu şavını yani kokor şavup geldiğinde seyircilerin üstüne at salıp kula atıp şöyle ayrıştık deyip kokparda jağıldı, avul borup, jağıldı deyip. Şöyle
Ертесіне айланба болып жатыр дейді. Айланба болып жатқан кезде көкпар тиді дағына. Ортада көрдеріңдеп тұр екен дейді Сейіл Ақсақал. Содан Құдай берген көкпарды мына жақтан басып алған екен, анаған қыр көрсеткім келді дейді ғой. Қыр көрсеткім деп қасынан барып бүйтіп бір қарсы өтіп кетейін деп айтады дейді. Кім сонда оны? Құдай берген Ақсақал өзі айтып жатыр. Сөйтіп бүйтіп қасынан барып, осылай барып бүйтіп өте бергенім дейді. Мына бетін, теріс бетінде көкпарды өстіріп барып ұстап көкпарымды бір сілкіп көтеріп алған кезде аттың жалынан құшақтап қалды дейді. Аттан аударып қала жаздадым дейді. Теріс жағынан. Теріс бетімнен дейді. Сөйтіп үстімнен асылып тұрып көкпарды ұстаған кезде сөйтіп ақталды дейді. Содан кейін аттың жалынан құшақтап қалып едім дейді. Соны ақсақалдар көріп тұрған екен дейді. Кейін жаңағыдегі өзіміздің енді ат шаптырып жүрген көкелеріміз бар дейді. Солардың бәрі жиналып Сейділән шақырып, мен шақырып, сендер екеуің осындай туысқан адамсыңдар анау мынау деп бір-бірімізден кейін содан кейін көкпар ұстамай кеттік дейді. Сейділәннің мықтылығы деп айтты да. Мықтылығын айтты. Содан кейін тағы бір нәрсені айтты. Ол кісі айтты, мына жүрген шабандоздардың бір қатары мәше сабалдым деп кісі болмай ғой деді. Мен адам сабағам деді. Өзбекстанда пәлен жерде бір көкпарда бір ақсақал жалғыз баламнан немере болып көріп, бір осындай бір қуанышты күндер болса, мені көкпарға салымға тігіңдер деп айтады екен да. Сөйтіп сол кісіні салымға тіккен екен. Астына бір ат мінгізген, үстінде шапан, бір Қайдылығы шапан? Құдай берген. Құдай берген. Сөйтіп раса киіндіріп, атты жетектеп, атқа мінгізіп алып келіп, мына кісіні салымға тігеміз деп тігіп жертейді ғой. Мен сол адам сабағам дейді. Салып алдым дейді, үйге келіп өзім қарап келатым дейді. Қарап қойам дейді, түрі 65-терге келіп қалған, 70-терге жақындап қалған адам дейді. Соны мал-палдарға қарауға жарайтын адам ғой деп келатым дейді. Жетектеп келатым қойды. Еркек адам ба екен? Еркек адам. Әкесі ғой, әкесі саған ғой. Жаңағыдегі немерем осы жалғыз баламмен немерелі болып, осындай болса мені салымға тігіңдер деген екен да сол кісі. Сөйтіп соны салымға тіккен екен. Сөйтіп бір 5-6 километр, 10 километр жүріп кеттік дейді. Атпенен жетектеп алғанбыз дейді. Ертеректегі әңгіме ғой енді. Ол кісінің айтып отыр дейді, мыналар мәше салдым деп құтырып тұр ғой дейді да. Мен адам сабағам деді да, сонда Құдай берген Ақсақал маған айтқаны. Сөйтіп мен сұрадым ғой, ол қандай болды, қалай болды деп сұраған кезінде сондай әңгімесі ғой. Сөйтіп салып алдым дейді. Сөйтіп 10 километрдей кетіп қалдық дейді. Жетектеп 5-6 километр ма кеттік дейді. Артымыздан 5-6 адам қуып келді дейді. Сөйтіп қуып келіп, ана адамның құнын төледі дейді, ақша төледі дейді. Мынанша. Сол астындағы ат, үстіндегі шапан барлығын бізге тастады дейді. Шалды шешіндіріп, дамбал-памбал жауыменен алып қалып, бізді шығарып салды, ырзағып шығарып салды дейді да. Мен адам сабағам деді де, сонда Құдай берген Ақсақал. Бір ырза болған едім сонда. Құдай берген адам сабым деп отқан қай уақыт ол? Осы мына Қай уақыт? 2008 жылдардағы әңгіме. Өзі айтып жатыр. Өзінің аузынан естіген. Қай жерде, қай уақытта? Өзбекстанда көкпарда бұрын атпен жүретін уақытта жылдарының 80 жылдан ары. 80 жылдардан ары. Айтуы 75 сол жобаларда. Енді мынандай, мен бір нәрсені айтып кетейін енді бүйірді. 73-74-де мен атқа мініп кеттім. Құмарлап шаптық біз деген. Бірақ Құдай берген осы адам сап деген естіген емес мен. Құдай берген Өзбекстанға барып, Тәжікстанға көкпар шап деген мен өзім естіген жоқпын, көрген жоқпын. Өйткені ояға мен бағана айтып өттім. Ол ешкімнің дұқы жетпейді де ояға көкпар шабуға. Ояға дұқы жететін только Жасақ. Жексенбай. Жексенбай ең бірінші ол Өзбекстан, Тәжікстан түгел полный аралап шапқан Жексенбай. Күнту солар кеткен. Жақсылық байды білесің ба, жақсылық? Жақсылық байды. Одан кейін Құдасы болған. Одан кейін жасақ өтті. Жасақтың арқасынан Нұржан Әләкбарлар осы барса барадыңды. Міне осы нәрсені білу керек. Қай балуан мықты деген Әләкбар айтады. Азаке, былайда сізден өтініш. Анау кімнің Жексенбайдың тақым кешті.
Tağımdan tartışmagan. Taqamen aldırmagan. Bilesiz mi? Айтсаңыз сол туралы. Men onda kelim oldu bazı dalaga. Alakbar mойындайды. Alakbардың айтқан сөзі бар. Ең дәу балуан біздің атырапта. Ері. Енді ар жақ болса бар шығар. Біздің атыраптарда бірінші балуан Жексенбай дейтін еді. Дөгесіндегі бос. Жексенбайдан кейін мен дейтін еді, өзін айтатын еді. А менен кейін Жасақ, Нұржан, Әбілқасым деп қояды. Жоқ. Тоқтаңыз еді. Мақұл ғой мен ескенбай деді. Taqım айтсаңыз taqım. Taqım естіген. Енді Жасақ мен келіп шаппаған ғой. Ал бірақ Жексенбай балуан сөйтіп отырғанда бүйтіп айтты. Менің есімде. Алакбар деді, дұрыс сен деді. Бірақ менен мықтанау түрік басым дейтін. Неге? Түрік басым менен мықты себебі ол көк барықта басады, басқасын айырмайды, көз еңкейіп алады дейтін. Ана қарыман еңкейіп алып кеткенде ол сияқты ешкім еңкеймейді. Ал түрік менен мықты дейтін еді. Жексенбай, бұл палуандар өзін-өзі мойындайды ғой бұлар, көрдіңіз ба? Енді базаға мен Рас па, көргенсіз ғой оны? Мен көрген біріншін айтып кетейін. Жексенбай действительно мықты. Одан кейін жаңағы Алакбар мен деген жер енді өзі Алакбар мен дейтін еді. Енді мен айтып кетейін. Жасақ көкбай шау сарын салып жүргенде Алакбар әлі сарын салмаған. Жасақ өлмеген. Жастау. Кімнің тойында? Алакбар 58. Алакбар 58, Жасағын 52. Жасақ 52. Бұдан кейін шапты ғой негізі. Сол жер мықты ғой. Ал Жасақ құсып, Алакбар көкбай баса алмаған. Ал Дәурен басады. Дәурен тағым кеш. Дәуренде палуан жоқ. Қазір кейінгі мен ашық айтамын оны. Дәуренде палуан жоқ. Дәурен жақсы басады. Дәурен басқан деген оның тақымына ешкім тартып ала алмайды. Жағаң биткелеген бір әңгімесі. Болған әңгіме, болған білмеймін. Жақаң бір әңгімесі қылып екен. Не жақа дегенде айтқан екен. Алакбардың епшілігін берсе, Әбілқасымды күшін берсе, ешкім көкбай салдырмасам деп отыр. Жасақ балуан ба? Рахмет. Алакбардың епшілігін берсе деген. Әбілқасымды күшін берсе, ешкім көкбай салдырмасам деп отыр. Жүрегі ода өзіне зорда. Алакбар ең кеші. Қанат деген кісі енді құмның мықтысы болған ғой. Ол кісі ерте бәлен жерде көкбар бар, 3 түйесі бар десе, 3 үйіне мұрындық істеп апшыға деген ғой. Оллахы биллахы мен сабалам дейді. Сөйтіп те жүрген екен. Сол әңгімені естеді ғой бұлар. Сап жүрген ғой енді. Сап жүрген ғой, ап жүрген. Жексенбай естеді. Жексенбай, Әбілқасым, Нұржан, Алакбар бәрі барады ғой бұяқтан. Өңкөй. Мықтысы. Сөйтіп көкбар болғатқан ұқсайды. 3 түйе болған. 1 түйе кеткен. Артынан Жексенбай сабаған. Ортасынан Алакбар сабаған. Ең ақырында түйе таған ғой. Тағы Жексенбай басқан ғой бар. Ай, қанат қайдасың деп. Түйе бітетін болды ғой. Сөйтіп құрып айдап барадым дейді. Жақаның өз сондай бір келе, сондай бір адамға бір әзіл қой сондай әдеме. Қанат жатағап тартқан. О, мәрен тұсына барғасын. Ал қанат деп жан-жағына қарайды дейді. Мәккан бол қанат. Бұрт болсаң да бұрам деп бұрт бөліп жерін дейді. Қанат жуылдап торанға арнап келіп, жат етіп шығып. Ай қанат қаяқтасын деп деді. Апарып саған ғой. Оны Алакбар айтады. Жақаң дейді, үсті сөйлеп жүріп шабады дейді. Одан кейін Ерексіп шапқан ғой. Ерексіп шабады да біз бәлеге қаламыз одан дейді. О бейшара содан ләззат алған ғой. Көрді, шыдай алмайды. Содан қанаттың 3 мұрындығы бос қалып деп айтады. Түйе сағанмен тұрмайды. Сабыр сөйлеуді батса тағы күш қой бар. Тағы таныстырды ғой. Бір ұзын кісі келді. Қанат осы деді базыға, міне қанат. Ол бір жақсы адам екен. Ол да әңгімені қылып, о Жексенбайға бір қандай сұрақ қойды. Балдарынан көкбар шапқан бар ма деді. Жақанбай қасық бар деді. Құмның адамда масқара қу келеді ғой. Мынау немере шауып жатыр Құда қаласа.
balдар деп жақаңда ол бір әдіспенен не қылды жауап беріп жатыр. Ай Жексенбай, келіншекті көбейтпеген екенсің келтірді ол кісі әзілменен. Енді сенен мықтысың ғой енді сен. Бұл кісі де жауап беріп жатыр. Көбейттік, оның бәрі оқымысты болайын деп жатыр. Оқымысты болайын деп тұр. Қанеке, оның бәрі оқымысты болайын деп тұр. Мен осы кейінгі кезде бір аңғарып естіп жүрмедім негізі. Мынау Жақсақ палуанды рухты палуан Бейхмет. Ол көп жерде әсіресе тәжіктерге барғанда армия өткенде біздің бетін палуандар саламайасы болмаса қазақ палуандар саламайымыз ана кісі барғаннан бір өздеріне бір рух пайда болып ай сол бір қырып салдырай сол дегеннен кейін деген әңгімелер естіп қалады. Палуандардың аузынан ескен әңгіме. Оны қалай қарайсыз? Сабеген айтады. Сабеген. Енді бұл Жақан өзі көкпарға кейінде араласқан ғой өзі, жасқа толы, көкке толы, еске көрі. 20-сінде бастады ғой ол? Иә, бұл кісінің енді... 20-сінде насыл еді. 52 жылғы негізі. Мен бір қатарды ол. Палуан жегет күші көп. Сөйтіп жүрген кезде салдардың осы баланы көкпарға салайық, көкпарға салып күшін байқайық деп ауылдың ақсақалдары бір келісіп сөйтіп көкпарға барып ат мінгізіп сол кезде Алматыда оқып жүрген жас қайдап тұрған қыршылдап тұрған кезі ғой. Сол көкпарға барған кезде айтады дейді, біздің естігеніміз ғой енді, өзінің аузынан естіген жоқпыз, бірақ сөйтіп жүргенде айтады екен, бұл көкпардың ішіндегі атаманы кім деп, ішіндегі мықтысы кім деп. Жақан ба? Жақан, содан адам дейді екен. Молодец. Сөйтіп көкпарға бұл кісі еңкеймеген тарт шапқан. Тарт шапқан несі бар? Тарт шапқан. Кермеде, ол кезде кермедегі көп болатын кез. Жақан сөйтіп көзге түсіп, есеп келініп, Жақандар жүрген жерінде қойдуман өзі сері жігіт мынау бір жарым әңгімесін өлеңмен жеткізіп елге сөйтіп азамат қой. Маған бір Жақан өзінің айтқан әңгімесі бар еді. Мен Жексенбаймен талас шаққан дейді. Жексенбай бір саса мен екі салғым еді деп сондай немен шаққан дейді. Мақсат қойып алды. Мақсат қойып. Сөйтіп сондай уақытта өжет нағыз қазақ қасқыр мінезді азамат қой. Сол көкпарларға барған кезде елдің азаматтары енді жалғыз өзімізді осы жақын жерде емес, яғни тәжірибе кезде елдің бәрі араласып жүрген кез Өзбекстанға, Тәжікстанға көкпарға барған кезде Жақан дегенше жігіттер бүйтіп онша қолы жүрмей, бір салып, жарым салып сөйтіп жүретін. Кейін Жақанға араласқаннан кейін жігіттерін реңгір еткен. Молодец. Үйдегі дуға. Ол жігіттің жаңағы ол жігіттер Жақан өзі айтады, оның ешқайсысы мен қолымда көкпар ұстатқан емеспін дейді. Сен апап сала қойды. Жігіттер сондай қылып сауып осы мынау жүрген Нұржан, Әлекбар, Темірхан палуандар, Ділдәбек, Темірхан палуандар, осы ізбасар балдар ғой, соның атынан қатар шығып елдің ақысын әперіп жүрген азаматтар ғой. Сондай деп естеткен ол кісі Жақан. Осы Тәжікстанға барғанда бір күн көкпар болған дейді ғой. Сонда бірінші күн біздің салмаған бекте бар екен. Сол Темірхан әкім мынау жасап екінші күні барған екен. Сол екінші күні барғанда Жақан келді, жасақ қолған келді біздің қазақтың палуандарына. Сол ертесіне, сол ертеңгі күні салының 80% біз қазақта салған деген ескерім бар еді. Осы Орынбай палуан оған тірі куә еді.
Баймұрат деген совхоз болғанда үшін. Иә, Неше километр Баймұрат базарға? 200 километр Набай облысы. 150-200 бар ғой деймін. Sonra Көкпарға барған соң жаңа жанжал кешкіледі қалға. Құмның қалға. Ondan sonra жанжал болып, Көкпар сабасыз болып көтеді ғой. Сонда жағаның дәулігі бүкіл бір совхоз, Баймұрат совхозының жағаның бір өзі қамшымен алып шыққан. Ол Орынбай көріп тұрған ғой Орынбай. Кәдімгі Орынбай шаруылдыз. Бірақ сол шабасты Сонан Көкпар бітіп таяқ жеп, жақаң жағаң кетеді, бір аптадан кейін тағы той болады ғой, бір аптадан кейін. Орынбай айтады, бір аптадан кейін азырда жақаң келіп тұр дейді, тор күйі болады. Мамын сәләрі ғой. Ана пәленше төленшенің атын басатын Баймұратқа тағыдым. Ойбай жақа, кеше андай болды, бұл жолы қандай болады десе, екеуміз-ақ барамыз деп ғой. Әгер мен ол торға барамағызым, жастар өткен жойдан жағылып, қатырып деген әңгіме қалып, мен осы елдің қоңыратқан адамын деп барып, 9 қараны 8 іздеп қайтқан екен бір өзі. Мана десе. Орынбайдан ескен әңгіме. бірақ сонда енді Шопыр Орынбай апарып келген. мұқада сол бір аптадан кейін бар деп отырсыз. Бір аптадан кейін кеше мені ұрып кетті деп олар тек сақтамаған қойдаған. Қарасаңшы. Сол кездегі Дәулі болады ғой бәрі елдің бәрі, сонда да елдің сол кездегі халқына деген құрметі де бар ғой бұл жерде. Бар. Сол емес бар. Базеке. Солай ғой, Сондай ғой. Жабылып. Иә. Мен бір ескенім бар еді маған, дұрыс айтасыз. Сол. Жазсақ, дадaba көкпар тоқтап, жазсақ шатаққа шығарып қаппаған ғой. Бұл ақыл халық жаңағы имушын болады деді. Көрдіңіз ба? Соны айтады деді. Жазсақ, палуан келіп, шатаққа шығып кетті деді. Мұқада осы бұрынғы палуандар қазіргі дейін ебір дәуі батырдан дейін келіп алған деген әңгіме болады ғой. Бұл қалай? Бұл кезде адамның бәрі аға бір ат шаптырған ғой, бір ат. Иә, бір ат шаптырған. Бір ат. Қазір ғой, атыңыздың пары бар ма? Пары қандай ат? Иә, Еңкейгіш артындағы кім деп сұрайды. Палуанның өзі. Өзі бір ат шапқан. Ол кезде мұндай айландыру болмаған. Кәдімгі еңкейіп көптіге шығатын аттың бар. Жалғыз өзі басып, жалғыз өзі тартып, жалғыз өзі кете береді. Әлден ондай болмай қалды көкпар жарық. Екі палуан керек обязательно. Екі ат керек. Екі атты көріп жүрдің, контролі, үшінші ат керек болып тұр қазір. Расты, әйтпесе ол атыңыз шаппайды. Әйтпесе атыңыз біреуге беріп жүреді, көтертіп жүреді. Соны ат іздеп жүргенін кешке дейін. Мына көкпар совсем бөлек болып кетті қазіргі заман солай ма? Өз аттарда көкпарға кіргенмен тұппа-тұр арқылы шықпайды, бар айланып жүреді. Аттардың өзі үйреніп қойған. Байқайсыздар ма? Иә. Солай. Дұрыс. Ол кезде шабандоздың бары кәдімгі еңкейіп, осы Әләкбар палуандар еңкейгіш еді, Әләкбар еңкейгіш болған. Еңкейген уақытта бұл кәдімгі еңкейіп қалыңнан шығады, сөйтіп қоржын болып басатын еді. Мына аяққа тіп-тіге тұрады, ең үстінде. Дүкке кәдімгі аттың үстіне кетіп шығады, өңкейін қашқырады қойын негізі. Әләкбар әліге дейін 30 тіге отырады ғой, байқайсыздар ма? Әләкбар еңкейгіш болған ғой, еңкейгіш болған. Әләкбар нұғыл еңкейгіш шаққан. Әбілқасымда еңкейгіш болған бірінші кездерде. Енді Сабегің айтып қалды, жазсақтың менен еңкейген дейған, жазсағенді айландырып та шаппаған, Тартылап сағын. Тартыласа онда аяқта да қолдан күш барды. Бар жерде Жексенбай палуан айтады. Мен еңкейген қиын дейді. Еңкейген қиын. Ұрнады, не қылады, оңай емес та. Кермеден ұстағасын дәуат апқаған ғой енді олар. Бұл кезде керме көп болады. Қазір мысалы бір адам еңкейіп шықса, ақа, ойбай тиме, көкпарға тиме. Біз еңкейдік. Сол еңкейткен адам, еңкейіп алған адам егелік қылып, басқан жібермейді ғой. Ат-егелер де соған жабылып кететін болды. Қазір сәл-сәл, осы кейінгі көкпарларда сәл-сәл, бірен-сәрен келме болып жатыр. Осы ережесі қалу болды да болып жатыр. Бұның алдында кәдімгі барып келіп қойды. Ереже жақсы болды негізі. Жақсы шықты ереже. Жақсы болды. Уақытылы жақсы шықты. Біреуге біз үшін жақсы болды ғой, бір адамдар кеше қарсы шығып жатыр оған. Ереже, не ереже болды? Олар бұрынғыдайда тиме болды. Ұрып кетуіз, жығып кетуіз дейді. Көкпар берген адам біледі, қандай көкпар тастайтын өз сол біледі. Сендердің нелерің бар деген кеткен қалды біреулер, байқап жүрсіз ба? Ол енді мынау қазіргі елуге сіле бар ма, әдемі ғой. Одан арты оның. Ол енді аттың
да соны ғой. әрине. Ол аттағы оңай емес жатыр. Жақсат деген кемейіп бар жатыр. Аттың бәрі қолау болып қалып жатыр. Өлен 120-150 кіло палуанның өзі келеді жай. Мұға 100 кіло көкпар болса ол не болады ол? Тартыстан егегенден сізде бір жерін білесіз осы. Мен 81-ден оқуды бітіріп келген екен көкпарда болдық қой. Оған бәрін деді ғой. 81-ден баста сол көкпарға қатты араластық, оқуды бітіріп келгеннен кейін. Әләкбардың осы Өзбекстанның мемлекетінің Ақтау байрамы дейді ме? Баяғы көк Ниваны Ақтау байрамында Сағанбет Чиназда. Саған иә. Базеке? Жасыл Ниваны ма? Жасыл Ниваны. Сол кезде мен келген кезде сол Жасыл Нива жаңа еді. Сол кезде соны мына Өзбекстанда Сырдария облысының мақтаны планы орындалғанда көкпар береді жылда. Өзі баламыз сол тойда Ниваға саған. Осы жаңылыспасам Әлімтауда бір ақсақалдың аты бар. Әбінтай ма педе сол ақсақал ма? Ой, тұрмай мұт қалып қойды. Солаттан әкеп саған жек екен. Енді ол Әләкбарлар көкімдер қатты еңгейді деді. Қатты еңгейді деді. Сосын көкпар басқанда көкпардың абзал ең арт жағын қатты көтеретін еді. Көкпарға басқаннан кейін арт жағын кәдімгі кетіріп алып тұрып басады. Сосын қолды көтеріп айдайды деді. Жассақта, Әләкбарда, Әбілқасымда, Ерғалилар, Дәурендер, кейінгі, одан кейінгілер. Мына Темірхандар, Жоралар көкпарды басқанда базаға езді қолды көтереді деді. Бір қолды көкпар тақымда қолды көтеріп айдайды деді. Қазір шабандоздар сабады ғой, бірақ мен қол көтеріп отқан шабандозды көрмеймін деді. Есімнен басқа ма? Есімнен басқа. Әңгімен рас. Бәрі көкпарға мышқиып жабысып алып, көкпар түскенше. Ал олар шабандоздар біз көргенбіз 82-85 жылдар базаға. Сабаға дұрыс па? Иә. Қолды көтеріп айдайды деді көкпарды басып. Оразалы шабында болады деді. Оразалы өзгеше оразалы болған. айтсаңыз сонда. Базаға айтыңыз оразалды сен. Менен бұрын көкпар көп не ағасы бар, әдебектің тойында салды. Оразалы көп. Оразалының мінезі, атқа отырысы нағыз палуанға лайық та, ол артық сөз сөйлемейді. Біреуді ұрыспайды, боқтамайды. Палуан неге сондай болу керек? Палуан олимпийский успокойство дей ма? Иә. Оразалылар енді нағыз палуанға лайық бала ғой, артық сөз айтпайды. Қай уақытта болса кәдімгі жиып қолында көкетеп тұрған. Палуанда енді сондай характер болу керек те меніңше. Ол шартылдап біреуге бір қыр көрсетіп тұрғанын мен көрмедім. Әкесі Бердіғұл ақсақал да жақсы адам еді ғой. Көптің адам еді ол кісіде. Енді тәрбие үйден ғой бәрі. Балам, біреудің тойын бұзба, біреудің тойында жанжал шығарма. Бір қамшы, бір боқтаушы көтеріп кете бер деген сөзді айтып отырған адамда ол кісі Бердіғұл ақсақал. Бекенің өзі көп осы тойларды басқарды ғой, жақсы басқарады. Дауысы да анық, аттарды да жақсы таниды. Оразалының осына Өзбекстанда да салған жерлері бар дейді, басқан тоғызда салған дейді. Енді осы ауыл Арнасайдың өзінде айнабек тойын 2 күнде, 3 күндік той 2 күн ағырызады. 2 күн ақырсақ кетті. Күйе басқан тоғызда. Осы оразалы палуанның дәулігі. Бердіғұл ақсақалдың кәрамәті бір жақ. Түсіңіз ба? Атасы айқайлап тұрғасын. Енді қазір айта берсең түйе бастаған 9 үйтті ағыр жағына 4 қой 4 серген бірге жібереді ғой. Түйе бастаған 9 үйт сөйтіпті. Майлы ғой, кім қалай қабылдайды? О заманда 9 деді ме 9 айтады. 3 түйе, 3 тай, 3 өгіз болады. Қарамалдың 9-ды ғой. Оразалының Шерқайдың тойында салғанын көрдім мен. Шерқай палуан көкпар берді. 95 жылда сол. Сөйге барды қосықта көп жігіттер барған, көкпар шағалатын балдардың бәрі барған. Ол кезде шекараның ашық кезі екі елдің арасында қатынас болып жүрді. Барды сонда Артық деген жігіт жаңадан көкпарға араластырып Горбачев деген атаған. Сарасында. Соны алып барған әйтеуір бір талай жігіттер барған. Горбачев еді? Оны сары біледі. Горбачев жаңа Божбан артық. Сөйді бәріміз жүрміз ғой, елдің жігіттері бар салады. Кімдер Бердіғұл ақсақалдың артынан Шерқайдың көкпарына Москвич марш етіпті автомашина.
Сол машинаны аталған жерден Горбачевпенен Оразалы салып төменгі Марияға. Сонымен шабыс болып жатыр. Ол машинаны Божбан қалар, жайлап толасың шықты. Көзтен көтер тағы. Божбан артық. Енді дегей бұл көкпарға. Менді Артын Мырза деп жатыр, басқа деп жатыр. Өзбекстанда ат салғаннан кейін Самарқандқа бер жағында, Қаларалдың ар жағында. Енді бірталай жерден барып неғып жаңа ат шапқыш шыққан жігіт. Ол жігіт қайт кетті жаңа машина. Сол машина қайтан тікті ме? Сол Москвичті Оразалының салғаны. Оразалының салған машинасын қайтып тікті. Қайтып тігіп, Оразалы сол Москвичті бұйырған екен. Қайтан салып ма? Төменгі менеден жоғары қарап қайт салып алды. Сол күні сол машинаны Оразалы 3 салды. Бір машина үстіне салды. Бердіқұл Ақсақалдың тіккен машинасы. Жаңағы Бердіқұл Ақсақал тіккен салып, оны салды. Өзі. Кейін артық тігіп еді ол машинаны Бердіқұл Ақсақалдың ақшасын төлеп алып. Кім салды? Қайтып сол Оразалы салды. Кейін Оразалы салғаннан кейін жаңа машинаны тағы біреулер енді кімнің қасында машина тұрады сатып алады. Дайын машинадан деп нөмір Ташкентский екен. Бір жігіттер, өзбек жігіттер сатып алып, прям сол көкпардың басында саудасын шығарып, 3-ші мәрте тікті. 3-ші мәрте тағы Оразалы салып алды. Басқа салып атқанын білмеймін, не салып атқанын. Басқа да салып атыр, малға салып атыр, басқаға салып атыр. Оразалы палуан бір машина 3 мәрте сағарын мен өз көзіммен көргенмін. Куәміз. Мына Абай палуан жиен барып еді. Төменгі мәреден көкпарда негіз сол көтерген екен. Көтерген екен. Бір енді көптің ішінен шығады да біреу атымды ұрып жатырмын деп қаршысы тиіп кетіп бетіне Абай көкпар тастап кетті да. Абай тастап кеткеннен кейін жігіттер шулап қалдық па, неғып ұрасың деп. Сонымен ойбай, бұл не алмадық, басқа деп сояқтың палуан жігіттері бар, кеп жүрген елге араласып жүр ол жақта. Солардың бәрі анау-мынау деп кешірім сұрап неме қылып. Сөйерден көкпар тоқтап қалған ғой. Тоқтап қайт көкпарды бастаған кезде Оразалы алып шықты ғой. Өзен кейін өзі алып шығады ya? Өзі алып шықты. Өзен кейін өзі алып жүр ғой ya. Сонда айтып ек, ашу басты болды, жақсы болды. Кімді? Бөтен елге бар, көкпар салып. Жаңағы балдарымыз қандай абыройлы болғаннан кейін бәріміз сондай көңіліміз көтеріп бір жақсы қайтып сол көкпарда. Бізден барған жігіттердің бәрі салынды болып, өте бір жақсы кездер еді. Ол кезде палуандар жетік, мынау кімдер, Дәурен, Бақтияр, Жанбектер жаңадан шығып жатқан кезі. Дәуренде Мұхтар салып жүр. Дәурен әліге жиын осы біздің мақтарал жеседі, әліге жиын мақты дәуір. Мықты. Енді ол көкпар араласып қалады, айырмайды. Қазіргі жиын қазіргі жиын айтайын, бүгінгі таңға жиын мақтаралдағы әлі зор дәурен. Ауыр көкпарды ауырламайды. Берген көкпарды жеткізеді. Мынау біздің ауылда Ташкенбай көкпар берді ғой, Ақжарда, Шымкентте шыға береді. Ташкенбайдың өккен ұлту сондай ниеті бар екен. Арғы бет, бергі бет, осы палуанның бәрі жиналып сөйді, шабыс болды. Мына сүйін астында болды. Сонда Жексенбай палуанның астында уазик болатын кәдім, жасыл уазик. Бұл уазикті жағаң сөрге мініп барып, салымға тігіп жерді ғой. Сол уазикті Айнабек салды ғой. Айнабек емес, кім? Оразалы палуан салса бола ма? Бердіқұл Ақсақал бар. Сөйтіп ауылға алып кеп қайтадан оформить етіп, қайтадан аттарына ауыстырып алып, мініп жүрді кешеге дейін. Көрдіңіз ба? Көрген ба? Оразалы да, Бердіқұл Ақсақал. Жақаңның уазигін салып алды. Ол жаңағыдай Сабекемде машина салғыш дегеннен еске түсіп жатыр. Ауыл бәріміз қуанып қайтты. Әрине онасы. Ойбай жақаңның машинасы қайтып салып алды.
Жақаңды жүгілуге мінгізіп алдым, алып келмеуге. Ал жақын, енді жайып жүресіз деп әзілдесіп қоямын. Оразалы мықты болды. Енді біздің көрген ішінде Оразалы өз үлесін алды. Өзбекстанға барса да, басқа Тәжікстанға барса да Оразалы үлесін алды. Бердіғұл ақсақалығына дәу күрең атын білесіз ба? Нұржан шапқан. Оны енді Оразалы көп шаппады, Нұржан шапты ғой. Нұржаман Әбілғазым шапады. Мандай Әбілғазым. Әбілғазымның біраз жерін Әбілғазым балуан енді ол жатқан жері жай болған Әбілғазым балуан жүдә ақкүңіл жақсы жігіт еді ғой. Базармен екеуміздің шаман досымыз еді. Сіздің де шаман досыңыз? Басқа сіздің жақын емес пе? Жексенбай жақын емес пе? Біз кімді шаман дос қылмадық? Айтсаңшы сөйлесеңіз. Әбілғазым прямой Мұхтар екен, Мұхтар бізден кейін өшіріске тұрған ғой. Ол ақкөңіл жақсы жігіт. Көкпарда танысқанбыз ғой сені. Ол кісінің аптабазда шофер еді. Әбілғазым ба? Бектөре Байнебекте. Айнебекте. Зил айдайтын еді. Кәдімгі грузовой зил. Көкпарға барады, көкпарға барғасын. Аттар бар. Әбілғазым балуан. Ой, сені іздеп келдік. О, болды. Көке деп қалады бірінші. Енді. Сонымен танысып, табысып. Қойыршы Әбілғазым балуан. Автобазда одновременно шофер. Біздің совхозда қабылдады. Гәп қайда жатыр? Әбілғазым енді аттарды шапты, рахмет. Әбілғазым біздің аттарды қатар шапты, мынау Қаңлық Орынбайдың аты шықты, күрең ат. Күрең ат негізі жақсы ат. Әбілғазым мінеді, ақырына мінеді. Ақырын сағатта тұратын еді ғой. Көрдіңіз бе аттың жақсылығы? Енді көкпарды келтіретін аға ат қой. Түсіңіз ба? Айтатын еді ғой, көкпар сол аттың алдына кіреді өзі дейді. Татыба мәре бақта сол ат зор да, ат да бар. Ат зор ат еді ғой. Сол атты сол Айнабектің бая күрең аттың тұқымдастары бар. Сол тұқымдан ба? Ботай күрең деген ат болған еді. Ботай күрең тұқым екен ғой бәрі айланып келгенде. Ботай күрең кешегі еді ма жоқ па? Басқа ғой Ботай. Ботай күрең Айнабек алды ғой. Айнабек ақсақалдың 11 миллион ба? 11 мың рубль ғой енді сол кезде. 11 мың қалды ғой. 11 мыңға алып келген екен ғой енді жаңадегі 18 ғой. Көрдіңіз ба? Ал сол жылы 11 мың рубль өтелген ақша ғой. Өтелген ақша ғой. Есебі анау 2 машинаның құны ғой. Қанша Қасқардың бағана Жирен Қасқат бар ма бағана айтып атқан аға? Машина 3 машина. Жексенбай болған алып келген ғой мынау. Қырғызстаннан. Сонда бұл кісілер 6 мың рубльге алған екен, жақын айтатын. Сонда жақағының сояқта бірге көкпар шабысқан қырғыз тамырының барына берген ғой шашып. Сонда енді бұл қырғыздың қараш. Осы Жексенбай балуанмен бірге Айнабек барған пойыз ғана. Айнабек ақсақал. Тамыр болған ғой бәрі енді. Құрдас болған. Иә, қатарады ғой. Барып. Бұрын. Сашықта барған ат алған ғой. Сонда Қырғызстаннан әкелген ғой. Қырғызстаннан. Ана қырғыз айтты дейтін еді жақан. Ой, сен пұлды қағазға орады, әлен деп таста. Мен ақ санайын ғой болды. Бірақ мынанша таста дегенде жобасын айтқанда мынау ауылды ауылдың бәрі құмар болған ғой атқа. Ауыл маған біздер сатпай Асқардың атын ба? Асқардың атын. Ол ат сурет ат еді. Сурет еді. Бір жирен қасқа келісті. Көрдіңіз ба? Кейін кегесін жақсы шапты ғой ода. Жақсы шапты енді. Көрініп шапты. Кімсің? Ол көрініп тастайтын сұлу мал еді масқара. Құтылып тастайтын. Соны жақан мені бір жерде айтып қойған ғой. Біз 6 мың, 11 мыңды ұрды деп қаған жері бар екен. Көрдіңіз ба? Әлі қарау. Әңгімелі. 11 мың енді келесіп
O da жақсы шапты. Бірақ енді анаушар ертелік салымсақ қойған ғой. Жақан құймыр адам әзілдесіп айтқан ғой. Мына біздің алта 11-ді ұрды деген ғой. Қарашы енді. Ой жарықтық. Сондай бәрі құрдас әзілдесетін еді. Жексенбай балуан тамыр адам еді. Құрдас. О бір-бірінің әзілін көтеріп, әкем деген айнеген ұрысып қояды еді. Бір өзбекстан әзілдесіп. Айтыңыз болса. Bir gün bitip әзілдесіп жатыр. Мына қараңыз. Ой, бұл Айнабекке қарсы келмеу керек. Ой, Айнабектен жақсы адам жоқ дейді. Жақан айтады. Айнекең естіп тұр. Ой, бұл кәдімгі анау ашар кит болады ғой деп қояды. Құрдасты қояды. Шынжырды алып бүйтіп артынан жүрсең, Айнекең өзі бәрін тегістеп жүреді. Бұл деп. Айнекеңнің ондай да қасиеті бар. Жүрген жерін бәрін бітіріп жайғастырып жүреді ол кісі. Құрдас. Не деп тұрсың деп ана естіп. Сөйтсе бүйтеді. Ассалаумағалейкум, Айнабек мырза деп қояды. Екеуі кинодағы қояды жарықта. Ол сондай құрдастар еді. Әдемі ғой, әдемі әзілдесіп. Ол бірін-біріне ол алакөз болып жүргенімен көрмедім ол кездегі адамдардың. Жақсы болып барып, демалып, ат салдырып қойсаңға не жетсін? Осы Қазірде жаман емес кейінгі жағы. кімге мынау Темірхан Дилдәбекке шатырғасын шатырмын? Темірхан ба? Темірхан 93-тен бері қарай қайнады ғой Темірхан. 93-94-тен бастарда. Жақсы еңкейді Темірхан. Өзі еңкейді ғой, иә? Өзі еңкейді. О, жақсы еңкейді. Сол Айнабектің ақ бүйрегінен ақ бүйрегі барады Айнабектің. Соны шапты. Ала бүйректе. Ала бүйрек. Содан бастап шапты. Bir Шардараның бір дәуіт ойында сот Айнабек Раққының екі түйеге салды, екі түйе бір деді ақын. Ой, бұл анау ат жуан ат еді ғой, дәу ат еді ғой. Содан еңкейіп кететін еді. Ондай аттар жоқ ай. Ол не деген жуан ат? Анау аттың үстінен білсеңіз, кәдімгі тура бір темірдің үстінен мінген деп жатыңыз. Мен енді сол аттарды мініп терін жегізіп, жолдасып, іні болып жүретін қойын екен. Айнабекпен. Анау аттардың үсті темір еді ғой. Айнекең жалпақ. өгей жақсы ат алды ғой ол кісі уақытысында. Ғалым мен Нұржанды екі бадың қойып шаптырадың қай кезде ол? Темірхан кейін ба? Енді ол енді Темірхандардың басында еңкейді, кейін 95-тен бастап тартып алды не алды ғой, білек күші көп қой бұда. Темірханда білек күші деген маған айтады, тамыр маған көкпар көтерілгенде үстіне мініп баратын ат керек, қараса қарайды, қарамаса бір ақсыл кеп алатын ат керек дейтін еді. Жұлып атқа қойды да, көкпар көтеріп алған кезде үстіне мініп баратын ат керек дейтін еді. Берсе қолдан береді, бермесе бір сілкіп Тартылам дейді де. Темірхандар тауда, мынау Қазығұрттың бөктерінде дәутойларда баратын еді, салып қайтатын еді ғой. Бір өзі баратын еді, екі бала алып баратын еді. Тұрар Ақсақал Сол дәулең ғой. нешінші жылдар берді осы көкпарда? Тұрар Ақсақал 94 па? 94 па, 93 па? Сол 93-94-те 93 Айнабек берді. 93 Айнабек берді ма? Иә. Одан бұрын бердім ол кісі. 94-те берді. 94-те, 95-те берді. Тоғышқа бір қарсы еді ғой, марттың. 91-де Кемекең берді. 93 Айнабек берді. 95-те Құрал берді, Карим. Менің есімде қалғаны біздің Көкатпен марқұм Абай балуан саған сөйледі. Абай жаңадан шығып. Дәурен 5 жылғы Дәурен сол Құрал кімнің Тұрар тойында саған еді, ең бірінші Дәу тойда саған еді. 77 болса. Құлағы мынандай ана қоянның несі собаған еді. Дәурен салды болған сол кезде. Айнабектің тойында бірінші саған салынды еді ғой? Жоқ, Айнабектің тойында бірінші салынды Темірхан саған. Темірхан ба? Дәурен ба? Ақырын салып, бірінші күн ақырын саған ба? Жоқ. Бәлекбардың ауылында болды ғой Ең бірінші көкпар көп берді ол кісі. Мен енді бірінші Дәу көкпары 93-те берді. 93-те берді. 93-те берді. 93-те берді. Ол кезде Дәурен салды 93-те. Салды. Дәурен салды. Дәурен жастай шапты ғой. Дәурен ақиқи мықты еді. Bir gün bir өгіз тасайды уақыттар болған қажет. Кекелер сол кезде жоқ болды ма, жоқ сонда өгіз тастайды уақыттар болды. Өгіз сойып тастады ғой. Дәурен Қаракөшенің атына салды ғой. Мүсірдің атына. Қаракөшен Мүсірдің атына. Мүсірдің қасқатына салды ғой. Не дейді? Мынандай көкірегінде несі бар еді, түйме. Кемес суға түсіп қайық шетке шығады деп. Неше? Соны Дәурен көкпарды ерте басып
бір күні бір былқылдаған енді өгізші өгіз аталған дәу емес қой көп болса 70-80 келегелер бірақ ұстауға қолайсыз сирағы дәу Сирақ та болады енді. соны жағалап бәрі көтеріп отыр осы мақталы да болып жатыр біз енді көріп тұрмыз Темірхан көтерді Ерғали көтерді Нақып бейшара бар ол кезде ол да 10 метр 20 метрден түсіп дәуленге бір қарақтан түсірмей басып кетті ғой Рахмет. сол 95 емес 93-90 жылдар еді сол түсірмей ана мәреге апарды сөйтсе Нақып деді осы үшін сіз мынау жаман өгізді одан кейін Ерғали бірінші тастаған өгіз Ерғали мен дәурен көтеретін еді Ерғали Ешанқұлдың атын мінетін еді көбінше Ешанқұлдың Елбекқұлдың атамыз болған өңкей сайыскер адам еді бейшара атының үстінен бит көрініп тұрады да жылтырап тұрады еді жаңа кісінің сайыскер адам еді күзекең деген бәрі бір кезде өтеді ғой күзекең анау абыт ақсақал барлығы оның ішінде ел ішінде аты жылтырап тұрады Ешанқұл атам аты еді баламыз кеткір аты еді ғой соны бірінші өгіз сол кезде тастағанда Жұмаберді бақыт ниетін етті ана атты Ерғали ниетін еді ана өгіз тастайын деп жатқанда сонда бақыт ниет Ерғали ниет ананы көтеріп алғаннан кейін ерге тосқаннан кейін анау ат басын қойып жібереді атқа жетсе береді деді жаңағы аттың екпінімен көкпар шіле ауырламайды деді Ерғали сол заманда Ерғали шапты шабандоз болды жолдас болдық Ерғалимен Ерғалидің мақтылық жерлері де өте көп осы дәурендерден алдын шықты Ерғалиден ол барлық біздің Қоңырат елінің азаматтарының ішіндегі мықтысы Ерғали болды біздің заманымызда көріп жүрген жолдаспыз өз күнге шейін рахмет ол жігіттің серлігі ол жігіттің атта отырысы уәделі жаңағы уәделі қатты тұратын еді Ерғали ма? уәделі қатты тұратын шабатын 5-6 адам ат болса бір көкпарлар енді сол бір аттан саламай қалады ғой бірінші күн екінші күні анау атын сағына кейін екінші күн тағыра барасың деді ана сөйтсе тамыр қоя отыр кеше сендердің аттарыңды салдым аттан кеше нәсіп саламадым қазір мұраттан біріншісі құда қаласа сап берейін дейтін еді көрдің жігіттің жігіттігі ол шабады 5-6 ат болған ғой енді әр шабанда сол кезде сонда бірінші күн 2 күндік той болады болмаса 2 жерде болып қалады соны аттан сап қалса ертесіне апарасың ғой енді тағы сасың сол кезде айтатын әңгімесі тамыр кеше мұраттан саламадық мұндай тамырдың болмаса егесін насыренесін көтеріп қояйын деп кешегі самаған атқанын сап береді деді мынау жігітшілік деген жағында Ерғалиға жететін жігіт мен өзім көрген жоқпын өзімге шейін жолдасымыз әлі Ерғалидан еңкейіп шапты ғой еңкейіп шапқан кезде талай көкпарлар болады қолын бүйтіп анау өзбек жаңа биге шығатын хорезмский өзбек тұрады ғой қолын бүйтіп ана жеңді бүйтіп тартып тұрып еңкейгенде солап шығады мына қолды көтеріп мынау терлеп әбден жабысып қала ма қолды көтеріп тұрып саған кезде Ерғали көтеріп шығады қазір тұрадым бірақ сонда сол заманымызда сондай болды енді қазір енді пенсияға да кеп қалдық базекең бар өзіңіз бар қазіргі балдарға әйтеуір жүріп жатырмыз бірақ та енді біздің өзімізге қызығы уақыттар сондай болып өткен еді базекең енді қазіргі жігіттерге қазіргі жастарға өзінің бірге шауып жатқан балдары қызық бізге уақытта болған бізге олар қызық базекең өзі құрдасың ең болмаса тойға барма деген мынау құдай берген айт болсын құдай берген ақсақал көкпар бе тура мынау неде бұл кезде мына не жоқ ялламанмен баратын қой Ялламан барасың сонда ақыры қар жауып тұр екінші күні ақыры болып қалған әлек палуан тізесін шығарып алған атқа мінбей отыр ақырын атады ақыр ана мәреге барып түсіп қайтуы досал жекем қаратыман Әбілқасымға дейді ғой төменгі мәреден жоғары қара сонда жабыл ғой енді жабылады арғы бет бері бет боран қар қиялап ұрып тұр Әбілқасым бәрі ірі екен ғой соны енді о бір 20-30 метр жетпей түсті
мәреге жетпей. Мына қарашы енді. Болмайды, болады, болмайды. Сол уақытта Құдай берген ақсақалдың көкпар шауып, көпті көргендігі жарықтық. Ер айтып барсын енді жарықтыққа. Сонда сыраз тойды басқарып тұрған еге мінісі микрофонды алды ғой. Тоқтаңдар ағайындар деді. Тоқта деді. Бұл көкпар, ақыры болды. Осынша адам жиналды. Мына болады мынау. Мына салым болады. Әбілқасым мына Досал Жакенің аты болды. Болады көкпар тоқтатып сөйледі. 3 түйе сонда. Бары 3 түйе, қайты 3 түйе, 3 түйені Әбілқасым салды. Осы жақтан барғанымыз, бәріміз кәдімгі өзіміз сағанда жүгіріп жүрміз ғой қуанып. Сонда енді бұлардың тамырлығын қара. Ақырына Досал Жакен аты мінгізген Әләкбардың жаңағы батланғынан шығады ғой. Ана түйені түсіріп атқан уақытта адам Әләкбар бияқтан барды да шақ етті құр салды бір түйеге. Сөйтті да шарт басқан күй Челешкенің бортын жұламына жетіп көппа. Жерге сүріп әкетіп баратыр ғой. Қараттың деймін өзін дейді. Сонда палуандардың бір-біріне деген құрметі ғой. Әбілқасым бәлем деп тұр ғой. Ол бол, бәрі жарастыр ғой енді. Көрдіңіз ба? Ол енді анатты мен мінгізім деп атқан жоқ. Мен аяғым ауырып қалды, сенен деп... Саған ес болды сол. Сөйтіп, 3 түйені, бір түйесін Досал Жакен, бір түйесін Әбілқасым, бір түйесін Әләкбар бөліп ақ. Ойнап күліп оны кегенше жуып келатырмыз ол кезде анау. Бетонға шығып, Недеге анау, сырдың несінде Сардабадағы... Малекпен бір шайғана болатын еді. Ойын шыға Келінген аты заман. Чехра. Чехраға барған арман еді ғой. Ол кезде палуандар бірін-бірін қатты сыйлайтын еді. Бірін-бірін құрметтейтін еді. Жаңағы Құдай берген ақсақалдың сөйдің көрегендігі. Дұрыс па? Дұрыс. Ана жерде, мынандай боранда өте мәре келіп әкеліп түсіру, мынандай көп жерде көп жүрді бірақ. Қара түтінде жүрді. Ол қазіргі шабандоздар өйтіп көкпар басып жүре алмайды, дұрыс қой. Қазіргі шабандоз енді балдардың мен анамын деп айтамаймын. Бірақ олар қыса көкпар басамайды. Олар қыса көкпар басамайды, базарға байқайсың қазіргі балдар. Әбілқасымның әкесі бар еді. Әкесі жылап жүр ғой енді. Баласы да көрдіңіз ба? Шал, Қарманқұл деген жақсы кісі бар еді. Алар барып ауылға тамашалап, ауылға қонып. Осы мына біздің көршіміз ғой Бекен. Ағайындарымыз. Біздің ана жолдың арғы бетінде көкпар берді ғой қай бір жылы. Осы жерде берді ғой. Сонда бір жас бала, жас енді жас емес ол. Жәкеме, Жәке сіз қайсысыз? Жәке сіз қайсысыз? Осы пәрменғұлдың екеуі болған екен, біреу батыр болған екен, біреу қорқақ болған екен. Жәке сіз қайсысыз? Қоймадан аған. Ақсақалға. Ана шегезе деген білер. Нағын тиіп кетті. Шелдеп бәлең алай. Міне мынау арқасынан қамшының осы жерді ғой. Бекеннің бән? Жоқ. Басқа бір. Танымайын біреу. Бекеннің тойында ма? Бекеннің тойында. Сөйтіп ана аттан оқырып құлады. Ойбай деді. Сөйтіп. Ол кездің киімі күпай ғой. Күпайгені білесіз бе? Теріз өйеті? Күпайгені білесіз. Қалың мақта болады. Ана осы кейін шешіп көрді ғой ана. Аярда болды. Аярда мекен еді. Көкпар болғасын, қамшы көтерісіп қалады үйтіп қалады. Енді көкпар ғой ол. Әбілқасым мұнан жас жақ балуан еді араздасып қапты. Осы мына большевиктердің тұсында ма көшелерде болған көкпар. Сол ертесіне, жастар үлкен ғой бірақ жасы. Үлкен ғой жасы. Кейін Қой етаз ба? ертесіне көктасына азай. көктасына Досал Жакен көкпар берді. Досал Жакен. Тура ауылының тұсында шауып жатыр. Жері мына Сейітжаппар көкеміз барады ғой, білесіз ба? Қаймақ. Сейітжаппар ақсақалы. Сол барып ертесінде тойда жанжал шығарды ғой. Кеше осындай болды. Кәні ұрып кете бере ма, анау-мынау. Той бұзылып баратыр. Адам бәрі жиналып қалды. Тамаша керек адамдарға. Содан
атқа мініп Айнекең шықты. Сейітшөп бар деді. Дұрыс деді. Жоқ, қатмайды. Кешегі бұл көкпардағы жағдайын бұяға тасыма деді. Мына бір бейшара көкпар беріп жатыр. Жұрттан баталайын деп жатыр. Ел жиналып жатыр. Ой, жасақтың үйін білмейсіңдер ме деді. Түнімен бармадың ба жиналып деді. Осы көкпарға дейін шешіп алмадыңдар ма соны? Добайыңмен қойыңыздар деп бәрін шақырып, сүйерде жарастырып, қол алыстырып. Екеуін. Мерабой боп, жоқ көкпар шабылды ғой. Енді Айнекеңнің осындай азаматтықтары бар еді бейшара. Жақсы көкпар болып шабылды ертесіне. Әдемі ғой. Ол енді кейін разбор болды, сөйтсе ерегісіп қойған, артынан келген басқа балдар ұрып кеткен ғой ораз келді, қарашы енді. Әрі анық қанығы шықты ғой. Сондайлар болған ғой енді, көрдіңіз ба? Айнекеңнің азаматтығы баяғы Шымкентте де Мұхтар есінде бар ма? Шауып шығып, мен сатыда кетем деп кәдімгі. Шауып айналып жүр ғой. Шауып айналып. Ой, азамат. Сөйтіп, жарастырып, қайтадан ойнатып, біздің осы қандай команда десек, Мақтарал емес. Сырдария бірінші ол. Шерхан Мұртаза бар сонда. Сонда Шымкент қаласының әкімі Белгібаев деген жігіт еді. Әлі есіме шықпайды. Сол кісі араласып, қайтадан ойнатып. Сонда анау Шымкенттің енді осы аттарын біле бермей, бір-екі балдар кіріп кетіп, жасақ тұрып, дәурендіріп қалған ғой. Соған намысы келіп жүр ғой. Айнекеңіз. Шауып шығып атпанан. Анау, мынаны елестетсеңіз болады. Шауып, ана Бекежан төлегенді өлтіріп алып келеді ғой. Жібек. Соқсақ, мен алып, шауып жүр ғой. Мен сатыда кетемін әкеңім. Ей, сендер не қоңырат, ауылға барсаң, қолтығына жастық қояды. Барлық несін жайған дастарханға қояды. Сендер не деп соған тапқан. Сендер сыйламайсыңдар ма келтіріп жатыр ғой. Мен сатыда кетем, мен өлсем өліп кете берейін. Ат деп өлдірдім. Ой, азамат. Бірақ тоқтатты, тоқтап, қайтадан ойнап, Айнекең теңдік те берген ғой, сондай жерлер көп түседі жарықтық. Кейде күліп қояды деді. Жен, маған сене берме, бізге елуде. Әлімде еспейді. Ой, бішара. Ой, ондай адамдар жоқ әзір. Шарттай кейіні боп. Бірге жүргіз. Соғызбердің жасына келіңіз, енді сізді сөйтіп жүрсіңіз. Болады ғой баса не? Теңге беріп па? Теңге беріп. Давай деп, балдарға. Жоқ, дұрыс. Ата мінез, нағашы жақсы аттарыңыз бар. Анау мінез тұран аттары бар. Қазір қашеге барлық әрқайсы уағуамы келді. Енді бұдан бұлай қарайды. Жақсы тойда жолға көрейік. Солай басын. Аман болайық. Әңгіме болсын деп басымыздан өткен қызықтарды айтып жатырмыз да. Солай дұрысы. Көргендерімізді айтып жатырмыз. Шабандоздардың қалай көкпар басқанын айтып жатырмыз. Жексенбай балан айтады. Тәжікстан жақтан осы Бердіқұл ақсақалдар Тәжікстан жақтан көшіп келген ғой. Иә. Бізде Әлейдар деген палуан кісі болған. Әлейдар екеуі барып, уақта беремін деп, жақсы көкпар болады деген ғой. Сол көкпарға барған, сонда бұяқтан ата бармаған ат жоқ. Бердіқұлдан ат сұраса, Бекенен ат бермеген. Өзін шабатын бір аты бар ма? Берсін ба? Ат бермеді деп жүретін еді. Бірақ осы жақта бір қырғын көкпар болып жатыр. Ақыры болып қойған дейді. Аликтің атын мініп қойған ем дейді. Неміс Алик. Ол жағаң ағасы болған адам ғой. Иә. Екеуі жүргіз. Сары қылшқашпын деп қоятын. Иә, жүргіз сасқан ғой. Сөйтіп, Аликтің атын жағада мінгем. Шауып Қайбілла келді дейді. Мына құланшы. Мұрат Қайбілланың жақсат деген ат болған ғой. Кім шауып жанжал болып жүрген атта баяғы. Құдай берген шаққан ғой. Содан кім келатыр екен дейді Бердіқұл. Түс аттан, бел тауды ғой, мұны атқан мінгіздім дейді ғой. Қайбілла ақсақалдың атына. Көкпар ат алды, қош арт жағын сомынан Бердіқұл салып дейді ғой. Ана кермеге барықшақ, кермеден пошатсыз басқанда жолда бөкет бастап кеткен ғой. Қап өзімен шемші деп өкініп тұрады дейді. Көрдіңіз бе? Ол кісі мінсе
ол көкпар бұйыра ма бұйырмай ма? Нәсіп қой. Мен соны бұны айлықтен үй алдым дейді. Секіріп түсіп анаға мінуге үй алдым дейді ғой. Әйтпесе болатын мінсем салатын біліп тұрын дейді. Анаған беріп тұр да деп қоятын жаңағы күшті толып аттың зор бүгінде қау болмасаң қау бол. Құдайға жаңағы не дейді базаға? Қаласа да қаламаса да тау болмасаң тау бол деп жүрген кезде. Қаласа да қаламаса да көкпар менікі деп жүрген кезі ғой. Бұйырғанды әркім салады дейді. Мынау бұйырмаған салу керек деп шапқан ғой кісі. Өзбекстанда жақсылық деген ол кісінің аштасы бар еді. Қазіргі мына Фархаттардың атасы да. Фархаттың әкесі Урсуланның атасы. Урсуланның нағашы Қантөре деген кісі болған. Ол мына осы 7-ші совхоз сетіп яқып тұратын кісі. Шолпан деген аты бар еді. Сол Қантөремен жақсылық құда болған ғой. Көрдіңіз ба? Ол кісі деді палуан адам болған Қантөре деді. Кеше Урсулан деген бала жүр ма? Фархаттың баласы. Қазір палуан болып тұр ғой Өзбекстанда бірінші келіп палуан. Вот сол жақсылық небересі. Ахмет Асағал, енді Жексенбай Палуанмен көп әңгіме сұхбат қылмағасыз ғой, а? Қылдыңыз ба? Жасағам ғой. Жекем ғой мен. Ол жекеңіз ғой білем ғой, бірақ ол кісімен бір әңгіме қылған, осындай шай ішкен, бір жерлерге тойға барған, көкпарға барған, ол десеуін демалсын. Жақсы әңгіме айтады, көргенін айтады. Соны кейін ол кісілердің кітаптағы айтады. Ол кісінің бір қасиеті. Осы қайтып ұстағаны көкпар, кім көтерген, берген дейді. Зато то, что забидано дейін айтады. Келтіріп айтады. Енді ондай адамдар кем жарық. Өтіп кетті ғой. Жас баламыз Әләкбардың үлі бадыр. Ташкеннен келген биді қатты білеймін ғой. Үстінде белгілесі кожный плащ, қарт зеден. Биді жіберді, битейіп көрді. Мұхтаржан деді. Саған бір тай деді. Мұна Жексенбай. Мұна биді деді, мен өзіктіні көрмегем деді. База кезіңде ма? Мұхтардан бір тай қарсын дейді. Әр көкпар көзі. Сөйтіп бір күн берді ғой, бір кішкене тайын берді. Бір тай қарсын. Ол кезде 82-81-де Юсуп тұрғанбыз, қылыш таймыз. Ресторан зарапшында жүргенбіз қайнап кәдімгі. Бір бейім жағып қойғаннан кейін сол кеше қайтыс болғанға шейін қатты сыйлап кетті ғой. Не деген бей әлі көз алдым дедім, жағаң жырап, әңгімені келтіріп дедім. Мақсатымыз жігіттерді көкпар деген, жаңа мен басында айтып негізі обасы ауызбіршілік, ынтымақ. Сонау неден оңтүстіктен, солтүстіктен шығыстан батысқа ұрын айтып, сауын айтып, шауып, үлкен бір дайындық, палуандыққа, батырлыққа дайындық болған нәрседе, сондықтан осы нәрсені біз дұрыс қазақ елі уақытында болды біраз нәрсе. Дегенменен біз төмендегі, мынау сіздер мен біздер, ол басшылар емес, төмендегі сіздер мен біздер бір-бірімізді қолдасақ, бірімізді мақтасақ, ұруға бөлінбесек, Алла ынтымағымызды береді. Сондықтан жігіттер отырымызды қорыта келе, Алла ынтымақ берсін біздерге, сіздерге. Бала шағамыздың рахатын көрейік. Әрбір үйде осындай бір керемет жақсы отырыстар болсын. Алла ынтымақ берсін бәрімізге. Жақсылық берсін. Қожа секілді арамызда, Базакен секілді, Мұхтар секілді жігіттер отыр ғой. Еше жылдан бері көкпар шапқан. Міне осы жігіттер бір-бірімізді мақтаса, ертең бізден кейінгі жастар бірін-бірі мақтайтын болады. Ал енді жаңағыдай қазақ бірін-бірі мақтамаған, бірін-бірі тек қана аттыдан дей берсек, болмайды. Сондықтан жігіттер, Алла ынтымақ берсін бәрімізге. Сонша жерден келген жігіттерге рахмет, аман болыңыздар.